Біздің кезекті сабағымыз сызықты функциялар графиктерінің өзара орналасуы. Біз өткен сабағымызда сызықты функцияның графиктері түзу болатын туралы айтқанбыз. Ал жазықтықта түзулердің орналасуы туралы білеміз біз. Жазықтықтағы түзулер өзара қиылысуға болады, немесе параллель болуға болады, беттесуге болады деген осындай үш түрлі жағдай болуға болады. Осы мәселелер жаңағы сызықты функциядағы x-тің коэффициенті k және бос мүше b-нің мәндеріне сәйкес қалай реттелетін туралы біз бүгінгі сабағымызда өтеміз. Мұнда біріншіде графиктер қиылысу үшін x-тің коэффициенті әр түрлі болуы қажетті және жеткілікті болып табылады. Сондай-ақ бұрыштық коэффициент k тең болса, онда бұл функциялардың графиктері параллель болады. Бұнда v-нің мәндері әр түрлі болу шарт. Егер k-нің мәндері де тең, v-нің мәндері де өзара тең болса, онда бұл функцияның графиктері беттесетін түзулер болып шығады. Бұған біз мысал келтірейік. Біз y тең 2x минус 2 және y тең 3x плюс 2 деген функциялардың графиктерін қарастырайық. Бұл жерде бірінші функция үшін k-нің мәні 2-ге тең, екінші функцияда k-нің мәні 3-ге тең. Бұл жерде 2 мен 3 екеуі өзара тең емес. Олай болса, бұл функцияның графиктері қиылысуға тиісті. Біз бұны графиктерді салу арқылы көз жеткізейік. Алдымен функциялардағы графиктердің біз қандай бір екі нүктесін анықтауға тиістіміз кез келген. Мұнда x, y-тің мәндерін алайық. Бірінші функция үшін x-ке 0-ді берейік. X-ке 0-ді берсек y минус 2 болады. X-ке 1-ді берсек y 2 минус 2 немесе 0 болады. Немесе бұл функцияның графигі координаталар өстерін 0 және минус 2 нүктесінде, бұл y өсінің қиятын нүкте, және 1 және 0 нүктесінде, x өсінің қиятын нүкте. Осында 2 нүкте арқылы қиятын көріп отырмыз. Екінші функция үшін де жаңағы графиктің 2 нүктесін анықтаймыз. Мұнда x, y-ге. Бұл жерде x-ке 0-ді берсек, y 2 болады. Немесе y өсін 0 және 2 деген нүктеде қиып өтетін үш нүкте болып жатыр. Сол сияқты x-ке минус 1-ді берейік. Ол кезде минус 3, y тағы да минус 1-ге тең болатын көрініп жатыр. Немесе бұл функция минус 1 және минус 1 деген нүкте арқылы өтеді. Біз сонда әрбір графиктің, әрбір түзудің 2 нүктесін анықтағандықтан, енді бұл түзулерді біз сызуға толық мүмкіндігіміз бар. График сызайық. Координаталар өстерін алдық. X өсі, y өсі. Бірінші функция 0 және минус 2 нүктесінде y өсін қиып өтуге тиісті. 0 және y өсінде минус 2 деген нүкте. Және x өсін 1 және 0 нүктесінде қиып өту керек. X өсін 1 деген нүктеде қиып өтеді. Немесе бұл функцияның графигі мынандай түзу болуға тиісті екен. Бұл екінші функцияның графигін салайық. Екінші функцияның графигі бізде 0 және 2 нүктесін басып өтеді. Y өсінде
2 нүктені басып өтеді. X өсін және минус 1 деген нүктені басып өту керек. X минус 1 болғанда Y тағы да минус 1 деген нүктені басып өтеді. Немесе бұл график мынандай түсу арқылы анықталу керек. Бұл екі графиктің екі түзудің графиктері қиылысатынына біз осылай көзектесеміз. Біріншіміз бізде y тең 2x минус 2-нің графигі. Екінші график y тең 3x плюс 2 деген функцияның графиктері. Ал енді біз осы екі функцияның біреуіне жаңағы x-ның коэффициенті тең болатын функцияны алып көрейік. Бұл жерде y тең 2x плюс 2 деген функцияны қарастырайық. Бұл функция жаңағы жоғарыдағы сияқты x және y өсін қиятын нүктелерін біз қарастырайық. Бұл жерде x тең 0 болса бұл 2 немесе 0 және 2 деген нүктеде y өсін 2-де қиып өтеді деген сөз. y-ті 0 деп алсақ, онда y-дің орнына 0 қоямыз, онда x минус 1 болатыны көрініп жатыр. Онда минус 1. y өсін, x өсін минус 1 және 0 деген нүктеде қиып өтетін график болады екен. Y өсін 2-де, x өсін минус 1 нүктесінде қиып өтеді. Бұл минус 1 нүктесінде қиып өтеді. Бұл түзуіміз мынандай түсу шығады. Бұл y тең 2x плюс 2 деген функцияның графигі. Бұл жерде y тең 2x плюс 2, y тең 2x минус 2. Екі график бір-біріне параллель екенін көріп жатырмыз. Жаңа параллель болатын себебі олардағы x-ның коэффициенттері тең. Сонда біздің жоғарғы айтқан егер x-ның коэффициенттері өзара тең болса, бұл функциялардың графиктері параллель болады. Ал тең емес болса, қиылысады деген қорытындыны бұл мысалдар арқылы біз айқындап жатырмыз. Бұл сызықтық функцияның графиктерінің орналасуына байланысты кейбір дербес жағдайларды біз қарастырып өтеміз. Мұнда y тең kx плюс v формуласымен берілген сызықтық функция. Бұл жерде x-ның орнына біз 0 қойсақ, y тең v болады. Y тең v болу деген сөз, кез келген y тең kx плюс v түріндегі сызықтық функцияның графигі координаталары 0 және b болатын нүкте арқылы y өсін қиып өтетіні түсінікті болып жатыр. Бұған мысал келтірейік. Мысалы біз y тең минус 2x плюс 3 деген функцияның графигі y өсін қандай нүктеде қиып өтеді дегенде тура 0 және 3 нүктесінде қиып өтеді деп тура жазыламыз. Сол сияқты біз y тең 0,5 x минус 12,5 деген функцияның графигі y өсін 0 және минус 12,5 нүктесінде қиып өтетін тура есептеусіз жазыламыз. Өйткені x-ның орнына 0 қойсақ, онда 0 болады да y
минус 12,15-ке тең болады. Деген сияқты кез келген y тең 3x плюс 6 деген функцияның графигі y көшін 0 және 6 нүктесінде қиып өтеді. Сондықтан біз жаңағы функцияның графигін салған кезде бос мүшеге тең координатасы бар y көшінің нүктесінде функцияның графигі y көшін қиып өтетін тура анықтай аламыз. Жаттығу есептер қарастырайық. Функцияның графиктерінің қиылысатын дәлелдеңдер деген есеп екен. Жабында бізде функцияның екеуінде стандарт түрі келтірейік. Біз берілген y тең 9 плюс x функциясын y тең x плюс 9 түріне жазамыз. Бұл функцияда бізде k коэффициент тең k1 деп есептейік. k1 тең 1-ге, ал v тең 9-ға екенін байқаймыз. Екінші функцияда k2 деп алайық бұл функциядағы. k коэффициентін k2 тең минус 1 екенін көріп отырмыз. Және v b1 болады да, мұнда v2 тең 9. Бұл жерде біз бірінші функция үшін айта аламыз. Бірінші функция y көшін 0 және 9 нүктесінде өтеді екен. Бұл жерде біз мұнда 9 емес. Бұл 6 болу керек. 6. Бұл функцияның графигі y көшін 0 және 6 нүктесінде қиып өтеді. Сондай-ақ бұл жерде жаңағы x-ның коэффициенттері болушы 1 минус 1-ге тең емес. k1 тең емес. k2 деген шарт қанағаттандырып жатқандықтан бұл функцияның графиктері қиылысатыны дәлелденіп отыр деген сөз. Қиылысатын дәлелдемесі мынау болып кетті. Сол сияқты бізге y тең 6x минус 5/1 және y тең 9x минус 6 функцияның графиктері қиылысатын дәлелдеуіміз керек. Біз бұл жерде бұлардың жаңағы y көшінің қиятын нүктелері y-ті қиятын нүктелерін анықтасақ, бірінші функция болғанда 0 және минус 5/1 нүктесінде y-ті қиып өтеді. Екінші функция 0 және минус 6 нүктесінде y көшін қиып өтетінін біз айта аламыз. Бірінші функцияда бұрыштық коэффициент k1 тең 6. Екінші функцияда бұрыштық коэффициент k2 тең 9. Ал 6 мен 9 тең емес. Немесе жаңағы бізде k1 тең емес k2 деген шартты қанағаттандырып жатқандықтан бұл функцияның графиктері өзара қиылысады. Міндетті түрде қиылысатын түсулер болуға тиісті. Және қиылысу нүктесі бір нүкте болады деген дәлелденіп жатыр. Екінші жаттығу. Графигі y тең 3x плюс 5 функциясының графигіне параллель және біріншіде a-4 1 нүктесі, b-да v1 5 нүктесі, үшіншіде s 3-тен 1 16-тан 1, төртіншіде m 0,15 минус 1 нүктесі арқылы өтетін сызықтық функцияның формуласын жазыңдар. Бізге берілген жазуға тиісті
сызықтық функциямыз жаңа біріншіде параллель болуға тиісті дегенге байланысты теңдеуі y тең 3x плюс v түрінде болуға тиісті. Себебі мына функцияға параллель болу үшін мұнда бұрыштық коэффициенті 3-ке тең болу керек болады. Бұрыштық коэффициент 3-ке тең болу керек. Сондықтан біз параллель деген шартты пайдаланып x-тің коэффициентін тура 3-ке тең екенін табамыз. Енді бізге берілген нүктені басып өтетін пайдалана отырып v коэффициент табуымыз керек. Бірінші жағдайды қарастырамыз. Біріншіде бізге график -4 бір нүктесін басып өту керек. Бұл жердегі -4 дегеніміз x-тің мәні болу керек. X тең мұнда -4 болу керек. Сол сияқты y тең 1 болу керек. X пен y-тің орнына осы мәндерді қоямыз. Сол кезде бұлай қойсақ, y-тің орнына 1 тең, x-тің орнына -4x. Қалай -4 көбейту 3 x-тің орнына -4 қойдық, қосу v болады деген сөз. Бұл жерде -12 келесі жағына шығарамыз, +12 болады, немесе v тең 13 болады. Сызықты функцияның графигін анықтап жазсақ, y тең 3x плюс 13 деген график шығып отыр. Бірінші жағдайда. Екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдай бізге v тең v нүктесі 1 және 5 нүкте. Бұл деген сөз x тең 1, y тең 5 деген сөз. Берілген функциядағы x, y-тің орнына қоямыз. Сонда y-тің орнына 5 тең 3 көбейтілген x-тің орнында 1 қосу b болу керек. Бұдан біз v тең 2 болатын табыламыз. v тең 2. 5 азайту 3 тең 2. Немесе біздің функцияның анықталған түрі y тең 3x плюс 2 деген функция. Шығарып алдық біз. Үшінші жағдайда с нүктесін басып өту керек. С нүктесінің координатасы 3-тен 1 және 16-дан 1 болу керек. Бұл x тең 3-тен 1 деген сөз x-тің мәні қабылдайтын. Y осы кезде 16-дан 1-ге тең мәнді қабылдайды деп беріліп отыр. Олай болса біз y-тің орнына 16-дан 1-ді қоямыз. Тең 3 көбейтілген 3-тен 1 қосу v түріне келуге тиісті. 3 пен 3 қысқарады, бұл b. Бұдан v тең -1 плюс 16-дан 1. -1 плюс 16-дан 1 болады деген сөз. Бұл дегеніміз минус 16-дан 15. Олай болса, бұл жерде біздің функциямыздың түрі y тең 3x минус 16-дан 15 деген функцияның түрін анықтадық. Теңдеуін анықтадық. Төртінші жағдайда бізге беріліп отыр. Ем нүктесі басып өтуге тиісті. Ем нүктесінің координаталары
0,15 және минус 1. X-тің орнына қоямыз біз. Y-тің орнына қоямыз. Минус 1-ді тең болады. X-тің орнына қоямыз. 3 көбейтілген 0,15 қосу B болуға тиісті. Жабыдан 3,-1 тең 0,45 плюс V болады. V-ні тапсақ, V тең минус 1 минус 0,45 немесе тең минус 1,45 болады. Олай болса біздің анықтауға тиісті функцияның теңдеуі y тең 3x минус 1,45 түрінде болатынына көз жеткізіп отырмыз. Жабында барлық функцияларда жаңағы біз 4 функцияның теңдеуін жаздық. Барлығында жаңағы x-тің коэффициенті 3-ке тең. X-тің коэффициенті немесе бұрыштыққа коэффициенттер өзара тең болғандықтан бұл функциялар өзара параллель. Параллель және y көстерін әртүрлі нүктелерде қиып өтеді. Мысалы, бірінші функция y көсін 0 және 13 деген нүктеде қосымшаны қарай отырып біз туралы жазуға тиістіміз. Екінші 0 және 2 нүктеде y көсін қиып өтеді. Үшінші функцияның графигі y көсін 0 және минус 16-дан 15 деген нүктеде қиып өтеді. Төртінші функцияның графигі 0 және минус 1,45 деген нүктеде қиып өтетін осындай өзара параллель түзулер болатын анықтап отырмыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды.